Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жырдағы басты кейіпкерлер. Қорқыт ата кітабы сол кездегі Оғыз Қыпшақ тайпаларының бәріне бірдей түсінікті ортақ тілде жазылды. Қорқыт ата кітабының жырлары Оғыз тайпасының туған жерін, елін, үйін сыртқы жаулардан қорғау үшін қан майданға шыққан алып батырларының ерлігі туралы толғайды. Дастанда ерлік, әділдік, ата-ананы құрмет тұту, адамгершілік, уәдеде тұру сияқты ізгі қасиеттер айтылады. Оның қаһармандары қорқақтық пен опасыздыққа, әділетсіздік пен сараңдыққа қарсы күреседі. Қорқыт ата кітабының қаһармандары мен олардың бастан кешкен оқиғалары осы идеяларды аша түседі. Қорқыт ата кітабының барлық жанрларында оғыздардың бірлігі, достығы, тұтастығы басты мәселе болып табылады. Енді бүгінгі сабақта осы Қорқыт ата кітабындағы негізгі кейіпкерлерді атап өтейін. Міне балалар, өздеріңіз көріп отырғандай жырдағы кездесетін кейіпкерлер. Кітап кейіпкерлеріне назар аударып, жақсылап оқып шығыңдар. Қазан Оғыз елінің көсемдері. Ал енді Қорқыттың қазіргі таңда зерделеніп, ұлттық жазба әдебиетіміздің асыл мұрасына айналды. Қорқыт атаны дәріптеу барысында өлеңдер, күйлер жазылып, Қорқыт атаны өз түркітектес халқына паш еттік. Қорқыт бабамыздан қалған қобыз, өкініш пен арман, тыңдасаң сыр айтады, өкініп мұңайтады. Қобыз ұрпақтары тірі, қобыз заманымның үні, бозінген боздағаны, жүректі қозғағаны. Жақсы, өлең жолдары ой тастады деп ойлаймын сіздерге. Енді міне Қорқыт ата ескерткіші Қызылорда облысы Қармақшы ауданында орналасқан деп өткен сабақта айттық. Өте зәулім. Енді Қорқытты кім деп танимыз десек, бақсы, ақын, мәңгі өмір сүргісі келген аңыз, қобызшы, күйші, өмірді сүйетін, өлім мен ажалдан қорыққан ғұлама, қайраткер деп айта аламыз. Ал енді Қорқыт ата кітабында Қорқыттан қалған деген нақыл сөздер бар. Ойымды қорытындылай келе, менің қорытынды сөзімді мына видеоролик жалғастырады. Күллі түркі әлеміне ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобызшы Қорқыт ата өмірде артында әдеби музыкалық мол мұрасы қалған тарихи тұлға. Қорқыт ата жайындағы аңыздардан оның бойындағы 3 түрлі өнер ерекше айқындалады. Біріншіден, ол Оғыз Қыпшақ ұлысынан шыққан айтулы абыз, бақсы. Екіншіден, ол қобыз сарынын алғаш туындатушы өнерпаз, күйші. Үшіншіден, ол әйгілі жырау. Ол өзінің жүйрік желмаясына мініп, халқы бақытты өмір сүретін жерұйықты іздеуші, ғұмыр бойы өлімге қарсы күресуші жан. Ел жұртты аузына қаратқан абыз ата, ғұмырының соңында бірлігі ыдырай бастаған жұртының алауыздығына күйініп, мәңгілік өмір сырын іздеп, дүниенің 4 бұрышын кезіп кетеді. Бірақ қайда барса да алдынан көр қазып жатқан адамдарды жолықтырады. Кімнің көрі деген сауалына Қорқыттың көрі деген жауап естейді. Бұл құбылыс қай жерге барса да қайталана береді. Қайда барсаң да Қорқыттың көрі деген сөз осыдан қалған екен. Ақыр аяғында мәңгі өмір тек өнерде деген ойға келіп,
қобыз аспабын ойлап шығарады. Өмір барда өлім бар, өзгеру бар. Өлмес өмір жоқ, сынбас темір жоқ. Бәрі де өледі, өзгереді, ұмыт болады. Тек мәңгі бақи өлмейтін, ұмытылмайтын нәрсе адамның өміріндегі істеген игілікті ісінің нәтижесі. Сөйтіп Қорқыт ата ғұмырының соңында өлмеудің амалын өнерден табады. Өзінің артында өмірді мәңгілік ету идеясын қалдырады. Қымбатты оқушылар, бұл видео сіздерге үлкен мағыналы ой тастады деген ойдамын. Енді өмірде тек өлмейтін адамның артындағы қалған игілікті істері ғана екен. Жақсы, рахмет. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі білім алаңында кездескенше.